Құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Бізде кіреберісіміз бітті. Енді су барлығы қағылды. Арзан вариантта жасалған леонардомыз болса. Краса. Финишпен жасалған. Бетін жемшікпен бояп шықтық. Ескі үйлерге, времянкілерге, осындай кіреберістерге арзан вариантта жасайтын болсаңыздар, осылай жасап шықсаңыздар болады. Ал арнаға тіркеліп, подписка сақтамасам. Қалайсыздар? Бүгінгі ролик сәнді сынақ болады. Стенаны қазір ротбандпен тартылып тұр. Мұндай кіреберіс. Енді сіздерге көрсетейін деп тұрған нәрсем ең арзан жолдары. Мынаның шелегі, Леонардоның шелегі 10 мың теңгенің Сулпан-айда тұрады. Сондықтан біз арзан вариант Ликбастың финиш түрі. Аленикс финиш 4 теңге тұрады. Осыдан жасайтын боламыз. Енді үйдің іштеріне жақсылап жасайын десеңіз, бұл кезде бұл болмайды. Бұл кішкене күрбилау болады. Қалай шығатынын көреміз. Осындай шпательмен жағыламыз шамалы. Бұл жерде қатпаған не жоқ. Ойымыздағы қиялда берген өрнектер жасай беруге болады. Баликпен жасасаңыз да, немен шпательмен жасасаңыз да.
кетті. Енді бетін көрпе жүріп жатыр. Осылай бір слой көрпе жүреді. Одан кейін лактерін жаға бастайды. Күру бейжелерінен алып шығу керек бұларды. Содан кейінгі бұларымыз Ремабек үстікі жақсы. Жерге қазір жағылып тұр бұлай. Негізі қалыңдалып жаққан солады не құрам. Енді бетіне жемшік жағып жатырмыз. Жемшік. Осылай жағылған кезде бірінші валикпен кішкене жағып алып, содан кейін пластмассаға шпатель болсын, обойный шпатель болсын, бетін қайтадан сүртіп аламыз. Сол кезде көрінегіміз көрінетін болады. Осылай жағамыз. Осылай сүртіледі. Қазір кепкенше суретін көрсетпейді бұл. Кепкеннен кейін ұзырлар шығатын болады. Енді идеальный қылып жақсылап жасайын десеңіздер, үйдің ішіне ол кезде стенаны кәдімгі ровно қылып жағып, тегістеп, глад жағып, күртіп, содан кейін барып жабылатын болады. Өзінің шелегін алу керек ол кезде. Бұл жерде қателеспеңіздер. Арзан вариантта кіреберісшелерге, сыртқы времянкілерге, топкы болсын, болмаса бұрын үйдің іші ақталған болса, ақталған жерлерге үстінен прямой жұмысты азайту үшін және арзан вариантта жасай салуға әдемі нәрсе. Қазір мына жерді жағып бітсін. Сосын кепкеннен кейін түсі қалай болатынын көремін. Міне жемшіктің светі осылай болып шығып жатыр бізде. Бұның бағы кепкен сайын светі береді.